Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз көлік. Сабақтың мақсаты фото, сурет, қуыршақтарды қолданып, шағын мәтінді үлгі бойынша мазмұндау. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдану. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Есте сақтаңдар, дәптерге жазып қояйық. Саяхат. Немен? Көлік. Ұшақ. Жаяу. Тағы бір қайталап шығайық. Саяхат. Немен? Көлік. Ұшақ. Жаяу. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Поезд, автобус, мәшине, ұшақ. Мынау әуежай. Мен саяхатқа шығамын. Есте сақта. Мен автобуспен барамын. Мен жаяу барамын. Екінші тапсырма сызба бойынша айт. Сен қайда барасың? Үйге, тауға, дүкенге, мектепке, саябаққа. Сен немен барасың? Поезбен, мәшинемен, ұшақпен, автобуспен, велосипедпен. Үшінші тапсырма толықтырып айт. Ол үйге барады. Тексерейік. Ол үйге мәшинемен барады. Ол үйге велосипедпен барады. Ол үйге автобуспен барады. Ол үйге жаяу барады. Төртінші тапсырма. Тыңда, үлгі бойынша сөйле. Мынау автобус. Мен мектепке автобуспен барамын. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Дауысты дыбыс. Өрік, төрт, көк. Сенің атың кім? Менің атым Өнербек. Есте сақта. Кім, не, неше, қандай сұрақтарына жауап берейік. Кім?
Өнербек. Не? Өрік. Неше? 4. Қандай? Көп. Балалар, нөмірі 2-ші дәптердегі 6-шы беттегі тапсырмаларды орындайық. 1-ші тапсырма Ө дыбысын бастырып жаз. 2-ші тапсырма суретке қара, жаз. 3-ші тапсырма боя. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.